Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қатпарлы қамыр дайындаудың ең оңай рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырымызды илеуге кірісеміз. Ұнымызға тұзды суымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осы рецептпен самсаны жасасаңыздар, тестасы күшті болып шығады. Осы рецептпен жасауға сіздерге кеңес беремін. Нанымызды жақсылап иінін қандырып аламыз. Одан кейін екі бөлікке бөлесіздер. Қамырымызға ұн сеуіп, жақсылап жұп-жұқа етіп жайып аласыздар. Қамырымызды жайып болған соң ерітілген сары май құясыздар. Сары майдың пайызы 82-ден жоғары болу керек. Сол кезде қатпарлы болып шығады. Маргарин, пампушка деген майларды сіздерге қоспауға кеңес берем. Қазір ол майлардың құрамы таза емес. Кәдімгі үйдегі өздеріңіз жейтін майды жақсаңыздар болады. Майды толығымен жағып болып, рулет қып орап шығасыздар. Дайын болған қамырымызды морозильникке қойып сақтасаңыздар болады. Максимум 1-2 айға дейін тұра береді, бұзылмайды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.